Мені пікірталасқа шақырып жүрген кейбіреулер бар екендігін естіп жатырмын. Мен Ашаматайды сотқа беруім де мүмкін, менің сөзімді бұрмалаған үшін. Ел ағасы жасындағы ер адаммен сөз таластыру жараспайды. Тәрбием жіп бермейді. Көкірегімді дәлелдеу үшін дауласуға жоқпын. Тырнақ астынан кір іздемей бірге жұмыс істейікші, ағалар. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ашаматай депутат болуы үшін, саясатпен айналысуы үшін, өзінің көкірек екенін дәлелдеуге, біреумен дауласуға дейін бара ма? Мына видеоны түбіне дейін көріңіздер. Не күлеріңізді, не жыларыңызды білмей қаласыздар. Бастайық. Мына Аша депутат болады, саясатпен айналысады дегенді естігенде біраз адам наразы болды. Арасында мынадай адамдар болды. Мына заңгерді білесіздер ғой. Ашаға қарағанда мына кісі саясатпен айналысуға, депутат болуға әбден лайық еді деп жатқандар да болды да. Өйткені мына кісіні білесіздер, біраз адам проблемасын шешіп беріп жатыр, біраз адамның құқығын қорғап жүр да. Мына кісі лайық еді дегендер де болды. Одан мына кісінің өзі шықты, мына заңгердің. Ашаны дебатқа шақырды. Давай дебат жасайық. Біз білім деңгейімізді көрсетейік. Кім білімді екенін көрсетейік. Халық бағасын берсін. Дебаттан кейін кім депутат болуға лайықты екенін айтсын халық. Содан сол адам депутат болсын, дебат жасайық деген ғой. Сөйтсе Аша оны дебат дегенді былай түсініпті. Дауласуға шақырып жатыр мені, сөз таластыруға шақырып жатыр деп түсініпті мынау. Не деген сұмдық мынау? Заңгер дебатқа шақырған ғой бұны, білім деңгейімізді көрсетейік деп. Сөйтсе Аша оны мені дауласуға шақырып жатыр, ұрысуға шақырып жатыр деп түсінген ғой бұл. Бүгін видео түсіріп қойып айтып жатыр, соған жауап беріп жатыр. Әдем қашып кетті да жаңағы дебаттан. Мен тәрбием жібермейді дейді. Еркек адаммен дауласуға, көкірегімді көрсетуге, сөз таластыруға мен тәрбием жібермейді деп айтып отыр да. Мына басты ма? Дебатқа шақырып отыр да, білім деңгейін көрсету үшін. Сөйтсе Аша оны дауласуға шақырып жатыр, ұрысуға шақырып жатыр деп түсінген ғой. Мынандай адам қалай саясатпен айналысады деп адамдар тіпті ушығып жатыр мынадан кейін. Аша сөйлеген сайын өзінің сөзі өзін көміп ұятқа қалып жатыр да. Елдер ана заңгерді Ашаның орнына депутат болсын, саясатпен айналыссын деп айтып жатыр ғой. Енді ана заңгерді өздеріңіз көріп жатсыздар. Шынымен де жұмыс жасап жатыр. Адамдардың құқығын қорғап беріп жатыр да. Заңгер кісі, әншіге қарағанда нағыз маман айналсын деп жатқан түрі ғой енді. Сөйтсе оған Аша айтып жатыр да, мен де заңгермін дейді. Мен де лайықпын дейді. Өйткені мен де заңгермін дейді да. Ақыры сендер заңгер адам менің орныма саясатпен айналсын, Аша сен өлеңді айтсын деп жатсыңдар ғой. Онда мен де заңгермін деп жатыр Аша айтады. Мен де дипломым бар деп дипломдарын көрсетіп қойыпты. Шынында дипломым бар екен, бірақ айналайын. Мына кісі заңгер, сенде дипломың бар екен, әңгіме жоқ. Бірақ мына кісі жұмыс жасап жүр ғой, тәжірибесі бар. Сен дипломың бар, бірақ сен қалаулым жүргіздің, әнші болдың. Сенде опыт жоқ. Міне дайын тұрған кісі мынау. Сен әнді айтып жүре бер. Тағы қалаулым сияқты бірдеңе ашып жүргізе бер. Оны әңгіме айтпаймыз. Бірақ сен саясатпен айналыспай ақ қой. Міне дайын адам, нағыз маман, жұмыс жасап отқанын көріп жүрміз. Ертең мынау депутат болатын болса, біраз адам құқығын қорғайды мынау. Тіпті керемет болады. Онсыз да адам құқықтарын қорғап жүр. Депутат болса, бұның мүмкіндігі тіпті көбейеді. Қарапайым халыққа тіпті жақсы көреді. Пайдасы тиеді деп мынаны ұсынып жатыр да адамдар. Сөйтсе Аша қоймайды да. Мен де дипломым бар, чотам. Мен де заңгерім, ақыры заңгер өтсін деп жатсыңдар. Өтейін мен. Міне дипломым бар деп отыр да. Айналайын. Диплом бар бір бөлек. Онымен жұмыс жасау бір бөлек қой, айналайын. Сен дипломың бар, бірақ сен әнші болдың, қалаулым жүргіздің. Сенде опыт жоқ. Мына видео міндетті түрде түбіне дейін көріңіздер. Тіпті қызық болады ары қарай. Сол жаңа халықтың наразы болғанына, неткеніне видео түсіріп жауап беріпті да мына Маша. Бүйтеді. Мен қазір саясатпен араласқан жатырмын, соған біраз адам наразы болып жатыр дейді. Олар айтады дейді, наразы болғандар, әйел адам саясатпен айналыспау керек деп жатыр дейді. Құдай өтірік. Ешкім бұны әйел болғаны үшін депутат болмасын, саясатпен айналыспасын деп жатқан жоқ. Құдай өтірік мына сөзі. Қайда жарып алған білмеймін.
керісінше бұл кісінің саясатпен айналысуына әйел адамдардың біраз қарсы болып жатыр да. Бұл Аша Матайға қарағанда небір әпке қарындастарымыз бар да, оқыған, тоқыған, оқыған тоқыған небір Ашаға қарағанда лайықты әпке қарындастарымыз бар да. Одан кейін бүйтіп қояды. Әнші ән ғана айтып жүру керек деп жатыр дейді да. Ол әңгімесі рас енді. Ол әңгімесі рас. Көбісі айтып жатыр. Әншісің ба сен, әнді айтып жүре бер. Саясатта не қыласың сен? Әнді айтып, қалауын жүргізіп жүре бер деп жатқандар көп. Онысы рас. Бірінші сөз қудай өтірік, әйел болған үшін бұны ешкім саясатпен айналыспасын деп жатқан жоқ. Керісінше әйел кісілерді сөгіп жатқандар бар бұны. Бірінші әңгімесі қудай өтірік, екінші әңгімесі рас енді. Әнші болған, әнші ма әнін айтып жүрсін деп жатқан. Оның көзі қайдан шықты? Ашаның қылықтарынан кейін сөйтіп айтып жатыр көбісі. Әншісің бе, әнді айтып жүре бер, саясат сенікі емес деп. Бұл кісіден сұрап жатыр да енді. Саясатпен айналысып жатыр екен, заң білу керек қой. Алдында бір журналистер сұрады. Енді мына саясатпен айналысқан жатыр екенсің. Осының төңірегінде сұрақ қойып жатыр ғой. Заң білу керек қой енді. Саясатпен айналысқан адам халықтың құқығын қалай қорғайды ертең. Содан Ашадан сұрап жатыр да. Мына соңғы оқыған заңыңыз қандай? Соның атын айтып беріңізші десе айта алмай жатыр да. Анау болды, мынау болды, мына жақта мен біреу шақырып жатыр деп жауаптан жалтарып қашып кетіп жатыр. Одан тағы бір жерінде тағы сұрақ қойып жатыр. Біріншісі жаңағы жауап бере алмай қашып кетіп жатыр да. Екіншісіне бұл жауап берді да, журналистің әрбір сұрағына жауап берді. Сөйтсе қасындағылар бұған сыбырлап отқан екен. Бұның әртістігі ане жерде өзін құтқарып кетті да. Қасындағылар сыбырлап отыр, мынау түр бермей жаңағылардың айтқанын жауап бере отыр да. Сондай қылықтарынан кейін адамдар айтып жатыр да, әншісің бе, әнді айтып жүре бер деп. Ешкім сенің әйел адам болғаның үшін саясатпен айналыспа деп жатқан жоқ, айналайын. Ондай заман өтті. 2007, 2008, 2000 жылдар болған шығар ондай әңгіме. Әйел адам саясатпен айналыспау керек деп. Қазір ондай әңгіме өтті, айналайын. Мына сөзің сол жылдар өтетін жаңағы. Сол ескі заман мен жаңа заман былай арасында айтқан болсаң өтетін еді мына әңгіме. Өтпейді бұл. Өтірік жала жап болай сен. Оның өзінде жаңағы әнші ән айтып жүру керек дегенде сен қылықтарың айтып жатыр да жаңағы. Сұрақтарға жауап бермейсің, түрің бүлк етпей біреу сыбырлап бергенді айтып отырасың, соған қарап нетіп отыр да. Әйтпесе небір әншілер бар, оқыған, тоқыған. Бар. Білімді әншілер болуы мүмкін. Бірақ алдында бір әншісі қайта айтқым келді осы. Алдында бір әнші айтқан ғой, әлемде 5 мемлекет бар деп айтқан ғой. Соның өзінде әншілердің арасында бәріне топырақ шашқым келмейді. Енді оқыған, тоқығандар бар шығар. Бірақ ана әнші дегенде шығып, алдында бір әнші айтқан ғой. Мадина Сатубақазова айтқан ғой, әлемде 5 мемлекет бар деп. Ашаның мына сөзін қараңыздар. Жаңа заңгерге айтып отыр ғой, дебатқа шақырған еркекке. Көкірегімді дәлелдеу үшін ер адаммен дауласуға ұятым жібермейді деп отыр да. Не сұмдық мұны? Көкірек дәлелдеу деген ол қалай ол? Мен көкірек деген көкбеттік деп түсінем. Сонда мұны айтып отыр да, көкірегімді дәлелдеуге үлкен ер адаммен дауласуға ұятым жібермейді, тәрбием жібермейді деп отыр ғой енді. Сонда ер адамның орнына басқа бір әйел кісі болса өзі қарайлас. Мынауың барып жуысайын, ұрсайын деп тұрмаз онда? Жаңағы дебат деген не екенін білмей отыр ғой. Ұрысу, көкіректікті дәлелдеу деп қуып отыр да енді.